Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Enix. Бүгін біздерде деген қалай Pojo Launcher'ga кіруге болатынын айтамыз. Бірінші біз Play Market'ке кіреміз и Pojo Launcher деп жазамыз. Pojo Launcher. Ойбай, не болды анау? Pojo Launcher. Ей, мынау. Pojo Launcher. Міне. Енді мынаны жазып аласыңдар, мен неғып екен жаңарту деп тұр. Міне. Осылай көшіріп аламыз бірінші. Міне установить етілген, енді қазір кіремін мен соған. Міне мен кірдім, енді осылай маяққа аккаунт бастайсыңдар и сонымен кіресіңдер. Local аккаунт дегенмен. If өздерің телефондарын қатып жатса, Optifine деген затты жазасыңдар. Егер онша қатпаған қаласаңдар, мына жаққа кіресіңдер да. Не, 100-ге қойыңдар, әпесі графика жаман бұқпады. Егерде қазір көрсету керек. Міне осындайды да кішкентай қыласыңдар бұндай. Себебі графика дегендерді неді? Заты графикаға күшті болады. Optifine жазу деген ол оңай. Оны келесі видеода көрсететін болам. Бірақ қазірде көрсете салайын. Ал бірінші былай істеймін. Google'ға кіреміз. Google'да ашамыз. И мына жаққа Optifine. Ё-моё, интернетім істемей тұр ғой деймін. Менде интернет деген жұмыс істеп тұр ғой, ё-моё. Негізі мен Wi-Fi'м болған. Міне Optifine. Міне осыдан біз Downloads дегенді басамыз. Енді мына жақтан шоу ал версияны, мен қай версияны таңдасаңдар да болады. Міне ашам. Міне сосын мына Download дегенді басамыз. Міне. И Download дегенді басамыз. И болды. Сендер көшіріп аласыңдар да. И Майнкрафтқа не істейсіңдер ғой? Тығасыңдар ғой. Майнкрафтқа бұлай ғой. Міне осы жерден бізде үшінші тұр ғой, XR деп соны басамыз. И бүткіл файлдар шығады. Міне. Нен бәрі шығады. И сосын Forge'ды таңдаймын ба? Forge. Бізде Optifine керек. Бізде Optifine баяғыдан бар. Сол Optifine'ды жазып аламыз. Міне. Ойбай, не қылдым мен? Либо П бола ма? Міне. Осыны басасыңдар. Optifine'ды басасыңдар да. Бұлай шығып кетесіңдер X'ті басып. И тінтөбірмен install дегенді басасыңдар. Ё-моё, боше. Менің негізі көшіріліп тұр. Міне, болды. Бітті, көшірілді. Енді бұлай мәжбүрлі журнал шығасы, мәжбүрлі жауды басасыңдар да. Міне уже бар Optifine. Мына түрін таңдап қойын, себебі міне фабрик бәрі бар. Өзім қосып алғам. Енді ойнау дегенді басасыңдар. Ойнау дегенді басқаннан кейін осындай assets жүргізіледі. Сол assets жүргізілген кезде онға автоматты түрде лақтырады. Өстіп, бірақ ұзақ кіреді. Еще шыққан кезде бұны неден өшіп тастау керек. Андай, бұны бар ғой астынан алып тастайды да.
Бұдан жай ғана шыға салсаң, дауысы шығып, қанды ішеді. Оны өшіріп салу керек. Біз осыны 2 жыл күтеміз бе? Әрең білеміз ғой, әрең. Өстіп күтіп отырасыңдар. Міне көріңдер ма? Өстіп кіреді. Ақырын кіретін жаманшы. Ақырын 1 минутта кіреді ғой. Хотя нормально болса. Міне тура 1 минутта кірді. Ё-моё, мен қоймаппын ғой настройкамды. Міне біздің сервер. Бұл ашық тұрса ғана кіре аламыз. Жабық тұрса кіре алмаймыз. Ё-моё, тінті бар ғой да. Міне офлайн. Біздің неміз жоқ. Міне. Ё-моё, көрсетуге болмайтын шығар. Көрсетпеймін ма? Мен бәрі. Мысалы, Mindblaze ойнайық. Тінті бар ғой болайын. Ё-моё, настройка ойбайчы. Міне. Енді Mindblaze'ге кіремізден асылғынаны басамыз. Енаны ашамыз. Любой серверде бұлай кірмейсіңдер. Енді бұлай өтіріктен шыға саласыңдар. И бот лақтырады. Бастым ғой мен. Бастым ма? Ё-моё, көріңдер ма? Не қылды? Не қылдым? Мен басайын деп жатырмын ғой. Міне. Кірдім. Енді қараңдар. Міне кіргізді. Почти серверге 2 жыл кірдім мен. Өстіп. Бұны не қып екен? Осындай бәлесі бар. Бізде чат кейіп қой деймін. Мен мынандайға қоям. Күнде осындай қоям мен. Себебі жазғанға ыңғайлы да. Міне логин дейміз. Енді логин дегенде басамыз. Ё-моё, мына қоғамын нормально жазып тұрған адам. Мына аяққа кіре алмайсыңдар мен. Жарсыңдар артық. Мен паролім бар екен ғой. Өстіп кіресіңдер болды.